Математика ғылымдарының ішінде ең ерте шыққан, оның тарихи ғасырлар түкпірінде жазу мен сызу жоқ кезінде басталған. Ең алғашқы цифры біздің заманымызға дейін 2000 жылдықта пайда болған. Тарих жағынан келсек, сандардың ежелгі Вавилонда қолданған айқындалады. Осылай математика саласы одан әрі қарай дами түсті. Математика грек тілінен аударғанда матема, білім, ғылым деген мағынаны береді. Ерте жазбалардың анықтауына қарағанда математикалық ғылымның таралған аймақтары Египет, Вавилон, тағы басқалар. Физика тарихы. Физика тарихының адасы Аристотель. Аристотель 322-384 жылдар арасында өмір сүрді. Өйткені оның еңбегінің бірі физика 8 кітап арнаған. Ол түгел физика ғылымы болып аталды. Физика табиғатты зерттеу ғылымының бірі. Ол негізгі біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырда Грецияда пайда болғаннан бұрын шыққан. Содан бері бұл ғылым өркендеп өзгере бастады. Физиканың арқасында әлемді танып білуге болады. Әлемді тану бұл болашаққа деген бастама. География әлемі қызық әрі тартымды, өз сыйымен география қызықтырар әркімді. Шекара бар картөбелек алайда, барлық жерде аспан биік күн қызыл, барлық түннің күліп тұра жұлдызы. Әр өлкеге, әр елге, бір-бірінен туы бөтен ән өзге. Ұрпақтар боп тарап кетті әлемге, адам деген атымыздың аты ғана қалдасыл. Жер шарын құшақтар ем, глобусты құшақтаған бәрізгі, география мұғалімі тәрізді. 10-шы гимназия география мұғалімдері. Боранбаева Лаура Жолдасовна, Бекова Раушан Смағұловна, Сағынғали Шарафат Сағынғалиқызы. Химия пәні – химияның адам өміріндегі рөлі. Химияны оқу әдістемесі. Физикалық денелер бізді қоршаған барлық заттар. Дене физикалық денелердің неден құралғаны. Химия қасиеттері, құрамы, қолдану болып бөлінеді. The subject of chemistry. The role of chemistry in human life. Methods of studying chemistry. Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Методы изучения химии. Chemistry studies. Химия изучает substances вещества. Properties of substances свойства веществ. Transformation of substances превращение веществ. What is biology? Biology is the science of living nature, the laws of organic life. Биология терминін ғылымға алғаш 1797 жылы неміс ғалымы Рус енгізген болатын. Оның көптеген салалары бар. Бірінші нейробиология. Ол жүйке жүйесін ғылыми зерттеу. Зоология жануарлар әлемін зерттеу. Ол жануарлардың жіктелуі, олардың ішкі және сыртқы морфологиясы адам өміріне әсер етуін зерттейді. Ал ботаника болса, это наука растения.